Танымал түрік актрисаларының бірі Синем Унсалдың «Далекий город» сериалындағы Алия бейнесі көрермендердің ерекше назарын аударды. Алия күйеуі қайтыс болғаннан кейін кішкентай ұлымен бірге Канададан Медиатқа көшіп келеді. Ол бұл жерге келгенде өмірінің соншалықты өзгеретінін білмейді. Бірақ жаңа ортада оны көптеген қиындықтар мен күтпеген жағдайлар күтіп тұрады. Алия үшін ең маңызды нәрсе оның баласы. Ол баласын қорғау үшін кез келген қиындыққа қарсы тұруға дайын. Алияның мінезі өте қайсар. Ол өзіне қысым көрсеткен адамдарға оңайлықпен көнбейді және өз шешімі үшін күреседі. Тіпті бір жағдай кезінде мақсатына жету үшін қақпаны өртеп жіберуге дейін барады. Синем Унсал да Алияның мінезін жақсы түсінетінін айтқан. Оның ойынша Алияның кейбір әрекеттері өзіне де жақын. Сондықтан актриса бұл рөлді өте жақсы жеткізе алды. Алия бейнесі көрермендерге қатты ұнап, оның есімі көпшілік арасында танымал болды. Тіпті кейбір ата-аналар жаңа туған қыздарына Алия деген есім қоя бастаған. Ал Синем Унсалдың өз өмірінде де қиын кезеңдер болған. Ол бұрын жақын адамының сенімін ақтамағанын біліп, қатты көңілі қалған. Бірақ ол көпшілік алдында жанжал шығармай бұл жағдайдан үнсіз өтіп, өз өмірін жалғастырды. Кейін оның өмірінде Берг Джанкат пайда болды. Олардың қарым-қатынасы да оңай болмады. Синем «Далекий город» сериалын түсіру үшін Мардинге кеткен кезде екеуі ұзақ уақыт бір-бірінен алыста болды. Сағыныш қиын болғанымен, олардың арасында қызғаныш емес, сенім қалыптасты. Синемнің айтуынша, арақашықтық олардың сезімін әлсіретпеген, керісінше бір-біріне деген сенімдерін күшейткен. Қазір Синем Унсал үшін Алия рөлі мансабындағы ең маңызды образдардың бірі. Ал көрермендер болса Алияның баласы үшін күресі әрі қарай қалай жалғасатынын және оның тағдыры немен аяқталатынын асыға күтіп жүр. Сонымен қатар «Далекий город» сериалындағы басты рөлді сомдаған актер Барыш Кылычты ұзақ уақыт бойы көп адам танымай жүрді. Ол жас кезінен актер болуды армандап, арнайы оқу орнына түсті. Бірақ кино саласында бірден жолы болмады. Шамамен 20 жыл бойы оған көбіне шағын рөлдер ғана берілді. Кейбір түсірілген көріністері фильмнің соңғы нұсқасына кірмей қалатын. Кастинг кезінде оның актерлік қабілетіне күмән келтіргендер де болды. Оның қатарластары біртіндеп танымал бола бастады. Ал Барыш өз мүмкіндігін күтумен жүрді. Бірақ ол актерлікті тастап кетпей, әр рөлге бар күшін салды. «Махаббат пен жаза» сериалы оған үлкен мүмкіндік берді. Кейін «Тыйым салынған жеміс» сияқты жобаларда да көрінді. Осылайша ол режиссерлардың назарын біртіндеп өзіне аудара бастады. Ал 45 жасында оның мансабында үлкен өзгеріс болды. «Қызыл мүгжидек» сериалындағы Өмер рөлі оны көпшілікке кеңінен танытты. Өмер көп сөйлемейтін, сабырлы әрі өзіне сенімді ер адам. Осы рөлден кейін Барыш Кылычтың танымалдығы қатты өсті. Көп көрермен оны жаңа қырынан таныды. Жеке өмірінде де ол тыныш өмірді ұстанады. Ол Айше Кылычпен ұзақ жылдар бойы бірге тұрады және 2 ұлы бар. Оның өміріндегі басты нәрселердің бірі отбасы. Ол жеке өмірін көпшілікке жариялай бермейді және актерліктен бөлек отбасына да жақсы көңіл бөледі. Барыш Кылычтың тарихы бірден танымал болмағанымен, арманына сеніп, көп жыл бойы еңбектенген адамның жетістігі.